біліктілікті арттыру институтына қызмет атқарғаныма 20 жылдай уақытқа таяп қалды. Ең алғаш 2005 жылы педагог кадрлардың кәсіби біліктілігін арттыру институты болып құрылған уақытта мен осы институтқа қызметке орналасқанмын. Бұл институтта мен бастауыш сынып мұғалімдері, педагог психологтар, әлеуметтік педагогтер және көптеген педагогтардың біліктілігін арттырумен айналысамын. Жалпы институттың негізгі талаптары бар. Ол педагог міндетті түрде курсқа қатысып, өз білімін шыңдау үшін белсенді болу керек. Сонымен қатар сабақта өзінің іс тәжірибесімен бөлісуі қажет. Ал менің жеке өзімнің талабымда көбіне педагогтар үнемі қарым-қатынаста сыйластықты танытуын көбірек қадағалаймын. Үлгерімі төмен білім алушылар деген бізде негізі болмайды. Бірақ топта көбіне белсенділігі төмен тыңдаушылар кездесіп жатады. Ол енді біздің жұмысымыздың барысында түрлі топтық жұмыстар жүргіземіз, жұптық жұмыстар жүргіземіз. Сондықтан да бір күн немесе бірнеше сабақтың деңгейінде педагог өзінің топтағы басқа әріптестермен бірігіп жұмыс жасауға ынталанады. Болашақта жоспарларым өте көп, бірақ соның бірі жақын арадағы жоспарым бұл осы қыркүйек айының 24-26 аралығында Астана қаласында OLX 24 жаңалыққа ұмтылу халықаралық конференциясы өтеді. Сол конференцияға Жамбыл облысындағы Lesson Study бойынша, сабақты талдау бойынша жүргізген іс тәжірибемді бөлісуге бара жатырмын. Мен өз мамандығыммен мақтанамын. Себебі бұл мамандық тек қана оқушылармен жұмыс жасап қана қоймаймыз. Біз осы оқушыларға білім беретін педагогтардың ары қарай дамуына, олардың өсуіне жағдай жасаймыз. Сондықтан да бұл мамандық ең қиын да қызықты мамандықтардың бірі.